Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде 4-ші тоқсанға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары БЖБ номері 1. Бізде бөлім қазіргі әлемдегі саясат және жаһандық мәселелер пунктуация бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Жалпы бізде оқу мақсаты мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру. Олай болса тапсырмамызды орындайық. Бірінші тапсырма: мәтіннің бірінші бөлігін таңдаңыз, өз болжамыңызды білдіріңіз. Жаһандық мәселелер. Жаһандық мәселелер дегеніміз шешімі өркениеттің ары қарай өмір сүруіне әсер ететін мәселелердің жиынтығы болып табылады. Олар қазіргі заман адамының өмірінің дамуының әркелкілігі мен адамдардың әлеуметтік, экономикалық, саяси, идеологиялық арақатынасында пайда болатын қарама қайшылықтардың себебінен туындайды. Жаһандық мәселелерді бірнеше топтарға жіктеуге болады. Сұрақ: сіздің ойыңызша бұл мәселелерді қандай топтарға жіктеп топтастыруға болады? Жаһандық мәселелерді экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, саяси және демографиялық мәселелер деп бөлуге болады. Келесі бізде екінші тапсырма. Жалғасын тыңдаңыз. Олар оңтүстік және солтүстік мәселесі, азық-түлік мәселесі және кедейлік мәселесі. Оңтүстік солтүстік мәселесі бұл дамыған елдер мен дамушы елдердің экономикалық қатынастарының мәселесі. Азық-түлік мәселесі дегеніміз қазіргі кездің өзінде адамдардың өзін-өзі өмірлік маңызы бар азық-түлікпен толық қамтамасыз ете алмауы. Кедейлік мәселесі жаһандық мәселелердің ішінде ең негізгілерінің бірі болып отыр. Кедейлік деп отырғанымыз мемлекеттің сол елдегі адамдарды ең қарапайым және ең арзан өмір жағдайымен қамтамасыз ете алмауы. Енді біз жалғасын тыңдаңыз деген біз жалғастыруымыз керек. Оңтүстік-солтүстік мәселесі дамушы және елдер арасындағы экономикалық теңсіздік. Дамушы елдер қаржылай көмек күтсе, дамыған елдер өз мүддесін ойлайды. Мәселені шешу үшін әділ сауда жасау, технологиялық көмек көрсету қажет. Азық-түлік мәселесі кейбір елдерде аштық, ал басқаларында азық-түлік қалдықтары көп. Бұл мәселені шешу үшін ауыл шаруашылығын дамыту, жаңа технологияларды енгізу маңызды. Кедейлік мәселесі. Кедейлік білім, денсаулық сақтау, жұмыссыздықпен байланысты. Оны азайту үшін білімге қолжетімділікті арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашу қажет. Екінші тапсырманы да орындадық. Келесі бізде үшінші тапсырма. Аталған мәселелер туралы өз біліміңізге сүйеніп ақпарат қосыңыз. Оңтүстік-солтүстік мәселесі дамушы елдер дамыған елдерден қаржылық қолдау күтеді. Алайда олар өз тауарларын бәсекеге қабілетті етіп өткізе алмайды. Азық-түлік мәселесі кейбір елдер аштықтан зардап шегіп жатса, басқа елдерде азық-түлік қалдықтары өте көп. Кедейлік мәселесі денсаулық сақтау мен білімге қолжетімділіктің төмен болуы кедейлікті ушықтырады. Келесі бізде төртінші тапсырма. Түпнұсқаны тыңдап, өз айтқаныңызбен салыстырып пікір білдіріңіз деп бізге берілген екен. Оңтүстік-солтүстік мәселесі бұл дамыған елдер мен дамушы елдердің экономикалық қатынастардың мәселесі.
оның мәні дамыған және дамушы елдер арасындағы әлеуметтік экономикалық деңгейлердегі айырмашылықты азайту үшін дамушы елдер дамыған елдерден олардың нарығында дамушы елдердің тауарларына сұранысты ұлғайтуды, елге капитал мен білімнің ағымын ұлғайтуды, әсіресе көмек ретінде сыртқы қарыздарын есептерін шығаруды және тағы да басқа талап етуінде. Азық-түлік мәселесі дегеніміз қазіргі кездің өзінде адамдардың өзін өзі өмірлік маңызы бар азық-түлікпен толық қамтамасыз ете алмауы. Бұл мәселе неғұрлым төмен дамыған елдерде азық-түліктің абсолютті жетіспеушілігі ашығу деп танылса, дамыған елдерде тамақтану теңгерімсіздігі болып табылады. Бұл мәселенің шешімі табиғи ресурстарды тиімді қолдану, ауыл шаруашылығындағы ғылыми техникалық прогресске және мемлекет тарапынан қолдау деңгейінен тікелей тәуелді. Кедейлік мәселесі жаһандық мәселелердің ішінде ең негізгілерінің бірі болып отыр. Кедейлік деп отырғанымыз мемлекеттің сол елдегі адамдарды ең қарапайым және ең арзан өмір жағдайымен қамтамасыз ете алмауы. Әсіресе дамушы елдердегі кедейліктің үлкен масштабтары тек қана ұлттық емес, сонымен қатар әлемдік тұрақты дамуға үлкен қауіп тудырады. Қорыта айтқанда, адамзат дамуының жаһандық мәселелері оның кез келген даму кезеңдерінде өзекті болды. Десек те, аталған мәселелер 21 ғасырда ерекше маңыздылыққа ие болып, бүкіл халықаралық қоғамдастықты алаңдатып отырғаны жасырын емес. Мәтінді оқып шықтық, енді өзіміздің тапсырмамызды орындайық. Бұл жерде айтылғандай түпнұсқаны тыңдап өз ойыңызбен салыстырып пікір білдіріңіз деп бізге берілген екен. Жауаптарын айта кетейік. Менің ойым түпнұсқада айтылған негізгі мәселелермен сәйкес келеді. Түпнұсқада оңтүстік-солтүстік мәселесі, азық-түлік тапшылығы және кедейлік туралы айтылған. Мен бұл мәселелердің шешу жолдары ретінде әділ сауда, технологиялық даму, ауыл шаруашылығын жетілдіру және білім беру мен әлеуметтік көмекті арттыруды ұсындым. Айырмашылық ретінде мен дамушы елдердің технологиялық артта қалуы мен білім беру мәселелерін ерекше атап өттім. Сонымен қатар азық-түлік тапшылығына тек табиғи ресурстар емес, логистика мен азық-түлікті тең бөлудің де әсер ететінін қостым. Қорытынды, жалпы түпнұсқадағы ойлар мен менің ойым ұқсас, бірақ мен кейбір аспектілерін толықтырдым. Жаһандық мәселелерді шешу үшін халықаралық ынтымақтастық пен тиімді саясат қажет деп жазып кеткен болатынмын. Құрметті оқушылар, бізде толық тапсырманың барлығын орындадық. Біз әрине дескриптор бойынша бағаланамыз. Бізде осы критерий бойынша бағаландық. Сұраққа болжам және де мәселе туралы тақырыпты өз сөзімізде жалғастырдық және де тақырыпты өз сөзімізде жалғастырады деген. Кедейлік мәселесі туралы және де 3 мәселе бойынша айтқандарын түпнұсқамен салыстырады, ұқсас және алшақ ойлар туралы кері байланыс береді, қорытынды жасайды деген. Осы берілген критерий бойынша бағаландық. Бізде толық балл 7 балл, осы 7 балдың толықтай 7 балын жинап өткен болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінге осы, сау болыңыздар.